Абыройыңды сакта. Зина деген нерсе бул өтө ауыр күнәлөрдүн бири. Аллахка серик косуу, ширк, адам өлтүрүүдөн кийин 3-орунда туратын Куранда келген 3-орунда туратын күнә, ауыр күнә. Куранда Аллах Таала валладина ла ядуна Аллах илахан ахар. Олар дейді мусулмандар Алла менен бирге табы нерсеге сыйынбайды, ширк жасамайды. Вала яктулуна нафсаллати харамаллаху илля бил хак. Және олар хақсыз адамдарды өлтірмейді. Вала язнун. Және зина жасамайды деген. Табыр хадисте келеді. Абдулла ибн Масуд қателеспесем сұрайды, Аллахтың елшісінен ең ауыр күнә қайсы дегенде, Аллах Таала сені жаратқан бола тұра Аллахқа серік қосуың дейді. Одан кейін дегенде, өзімен бірге тамақ жейді деп кедейліктен қорқып балаңды өлтіруің дейді. Адам өлтірудің ішінде ең ауыры өзің балаңды өлтіруің. Одан кейін үшінші дейді, көршіңнің әйелімен зина жасауың дейді. Өте ауыр күнә. Зинаның өзі ауыр күнә. Көршің әйелімен жасасаң, бұл өте ауыр күнә. Өйткені көршің әрдайым көретін әйел, оның әйелін әрдайым көресің. Сен оның жамандығынан, ол сен жамандығынан аман болмаса, бұл өте қатерлі нәрсе. Көршің бұзық болса өте қиын. Сосын үй алатын кезде, үй алма көрші ал деп айтады. Әл-жар қобіләддар деген мақал бар арабтарда. Үйден бұрын көрші таңда деген. Мұсылман жақсы көрші болса. Зина өте ауыр күнә. Зинаның ақибаты соңы дүниенің өзінде Аллах жазасын береді. Сосын бұл күнәға салғырт қарамау керек, ар-ұятын сақтау керек қызбен. Әсіресе қыз бала өзіне ие болу керек. Ер адам да Аллах Құранда «Валя тақрабу зина», зинаға жақындамаңдар деген. Зинаның қасына жақындап барма, қызбен жігітпен жүруге болмайды, жеке қалуға болмайды бөлмеде, қылымсыз сөйлеуге болмайды, қол ұстасып бет сүйіп амандасуға болмайды, бет албатып сөйлесе беруге болмайды. Үйлену керек болса, ұнатқан қызыңның үйіне айттырып бару керек. Онымен 5-6 жыл жүру деген нәрсе болмау керек. Оның соңы жаман болып жатыр. Қыздар алданып қалып жатыр. Жігіт пайдаланып тастап кетеді. Содан ар-ұятынан айырып қалатын қыздар қаншама. Аллах Таала бауырларымызды тура жолға салсын, зинадан сақтасын.